Бұл біздің планета. Жер бетінің 70% су алып жатыр. Алайда оның 97,5% тұзды су. Қалған 2,5% ғана тұщы. Жер бетіндегі ішуге жарамды су қорының 0,3% ғана адамдарға қол жетімді, қалған бөлігі мұздықтарда немесе жер астында. Сондықтан суды үнемдеп қана қоймай, оны тиімді пайдалану өте маңызды. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының су ресурстары және ирригация министрлігі су шаруашылығын дамытудың 2024-2030 жылдарға арналған кешенді жоспарын әзірледі. Кешенді жоспарды іске асыру аясында ел аумағында жаңадан 20 су қоймасын салу, қолданыстағы 15 су қоймасын және 14 мың шақырымнан астам суару жүйесін реконструкциялау жоспарланып отыр. Құжатта қарастырылған осы және өзге де іс шаралардың нәтижесінде министрлік тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге, еліміздегі су ресурсы қорын арттырып, суармалы жерлердің ауданын ұлғайтуға және су шығынын азайтуға ниетті. Маңызды жобаға сен де үлес қоса аласың. Болашақта тіршілік нәрінен тарықпау үшін бүгіннен бастап суды үнемде.